Сәлеметсіздер ме достар? Мен мына жаңа Қазақстан Республикасының Конституциясының жобасының өзіме ұнайтын жаңа баптарына тоқтала кеткім келіп тұр. Жаңа Конституцияның 33-ші бабы кепілдейді. Мемлекеттік мектептерде тегін орта білім барлығына кепілдендірілген, бастауыш және негізгі орта білім міндетті, жоғарғы білім алуға заңға сәйкес құқық. Мемлекет барлық оқу орны үшін бірыңғай стандарт белгілейді. Бірақ ең маңыздысы, бұрын ешбір конституцияда болмағаны үшінші баптың екінші тармағы. Қазақстан Республикасы адами капиталды, білімді, ғылымды, инновациялар дамытуды мемлекет қызметінің стратегиялық бағыты ретінде таниды. Мұны түсіну керек. Бұрын білім мен ғылым салаларының бірі ғана еді. Енді конституциялық деңгейде бекітілген стратегиялық басымдық. Бұл мемлекеттің міндеті дегенді білдіреді. Үкімет еркі емес. Алғаш рет конституциялық деңгейде мемлекет білімді, ғылымды және адами капиталды дамытуды стратегиялық бағыт ретінде таниды. Бұл тұлғаны дамыту арқылы елдің болашағына салынған инвестиция. Әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев. Бұл практикада нені білдіреді? Мемлекет конституциялық тұрғыдан міндетті. Ғылым мен зерттеулерді бюджеттің қалдығы ретінде емес, басымдық ретінде қаржыландыруға, инновацияларды қолдауға, яғни сіздің әзірлемелеріңізді, сараптамаларыңызды, технологияларыңызды, адами капиталды дамытуға, бұл сіздің әрқайсыңыз туралы, балаларыңыз туралы. Сонымен қатар 23-ші бап ғылыми және техникалық шығармашылық бостандығын кепілдейді. Зерттеп, ойлап тауып жасай аласыз. Мемлекет мұны қорғайды. Цензура тыйым салынған. Бұл да Конституцияда өте керек баптар, өте керекті новеллалар деп ойлаймын. Қолдаймын өз басым.